Діни өшпенділік. Шынайы дәстүрлі дін ешқашанда өшпенділікке, озбырлыққа, немесе алауыздыққа шақырған емес. Соңғы кездері үмметшіліктің жасыл жалауын желбіреткісі келіп, бір тұтас халифат құрғысы келетін діни топтардың саясаты мен ықпалы бізге де аз әсер етіп отырған жоқ. Екі нәрсе елдің бағын ашады, заң мен сақтық ел тұрағы қашанғы деп Жүсіп Баласағұн бабамыз бір тұтас үммет болудың қағидасын осылайша екі ауыз сөзге сыйдырған. Ислам діні белгілі бір руға, не тайпаға, яки ұлтқа түскен жоқ. Ол бүкіл адамзатқа жіберілген. Олар ынтымақта болсын, бірін-бірі танысын, достықта өмір сүрсін деп түсірген. Дін бүкіл әлемде адамдардың рухани дүние танымын байыта отырып, жер бетіндегі адамзат қауымының өмір сүру игілігіне өз үлесін қосатын ең қуатты күш. Дәстүрлі ислам барлық уақытта жақсылыққа, сабырлылыққа, жасампаздыққа шақырады. Мұсылман ежелден бері мейірімділіктің үлгісі болып келді. Дін ешқашанда адамды жамандыққа үйретпейді, бүлік салуға бағытталған барлық әрекеттерді айыптайды. Тарихта мұсылмандар бірліктің арқасында ірі табыстарға қол жеткізген. Керісінше, мұсылмандардың бірлігі бұзылып, бөліну орын алған кезде түрлі қиындықтарға тап болып, әртүрлі саяси күштердің отарына айналып отырған. Бірлік қуаттың, күштің көзі, ал бөліну алауыздыққа, әлсіздікке апарады. Ислам дінаралық татулықты уағыздайды. Мұхаммед пайғамбардың тарихи өмірінде ешкімді исламды қабылдауға мәжбүрлемеген. Керісінше, ол адамдарға барлық басқа дін өкілдерімен жақсы қарым-қатынас жасау идеясын жеткізді. Өзінің бір хадисінде ол, егер сенің көршің мұсылман болмаса, оның сенде бір ақысы бар. Ал көрші ақысы, ол көрші ақысы. Ал егер көршің мұсылман болса, онда оның екі ақысы бар. Олар көрші ақысы мен мұсылмандық ақысы. Егер сенің көршің мұсылман және туысқан болса, онда оның саған қатысты үш түрлі ақысы бар. Көршілік, туысқандық және ислам бойынша ақысы дейді. Осылайша Мұхаммед пайғамбар бізбен бірге бір қоғамда өмір сүретін әрбір адамның баршамыз сыйлауымыз тиісті болған белгілі бір құқықтары бар екенін ескертеді. Сондай-ақ ол адам қай дінді ұстанса да, біз онымен жақсы қарым-қатынаста болуға